Сәлем! Өткен видеоларда адамдар, иттер және басқа тірі жандар қалай пайда болғанын Альфа маған түсіндірген болатын. Ал бүгін жұмыртқа қорып жатқанда менде жаңа сұрақ пайда болды. Біз бәріміз неден тұрамыз? Адамдар, үйлер, айфондар, иттер және мен қорып жатқан жұмыртқа неден жасалған? Осы сұрақтарға жауап алу үшін мен әдеттегідей Альфа деген итіме бардым. Өйткені ол иттердің зияткерлік мектебін үздік аяқтаған. Альфаның айтуынша бүкіл әлем атомдардан құралған. Естеріңізде болса, өткен видеода мен ДНК молекуласы туралы айтқан болатынмын. Сол ДНК-да атомдардан құралған десем, артық кетпеймін. Грек тілінен атом бөлінбейтін деп аударылады. Ежелгі гректер бұл әлемдегі ең кішкентай бөлшек және оны бөлу мүмкін емес деп ойлаған. Бірақ ол дұрыс болып шықпады. Сонымен, атом неден тұрады? Атом ядро мен электрондардан тұрады, деді Альфа. Электрондар бөлінбейтін теріс зарядты бөлшектер. Олар өз орбитальдары арқылы ядроның төңірегінде айналады, және оның айналасында электронды бұлт пайда болады. Айтпақшы, электронның нақты орнын анықтау мүмкін емес, тек ықтималдық. Сондықтан электрондар ядро айналасында жайылады. Атом ядросы атомның өзінен әлдеқайда аз. Егер атомды футбол стадионымен салыстырсақ, ядроның мөлшері футбол добындай болады. Бірақ сонымен бірге олар атомның негізгі бөлігін құрайды. Ядро оң зарядталған протондар мен нейтрондардан тұрады. Мысалы, оттегі атомында 8 протон, ал темірде 26 протон. Оң протондар және теріс электрондар бір-бірімен теңестіріледі. Сондықтан атомның заряды бейтарап. Альфа іс жүзінде біз ештеңеге қол тигізе алмайтынымызды айтты. Орындықта отырғанның өзінде біз толық отырмаймыз. Себебі менің атомдарым орындық атомдарынан итеріледі. Әрдайым біздің арамызда ең кемінде бір атом болады. Сондықтан мен саусағымды балғамен ұрған кезде балға оған тимейді. Ұрған күшпен одан итеріледі. Бірақ саусағыма ұрады. Достар, әрқашан ақпаратты тексеріңіз. Өйткені менің итім әлі ғылым докторы емес. Сіздермен болған ақылды Альфа досыңыз. Кездескенше.